Шарал орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сейтқали Талшын Нариманқызы. Менің жүрегімнің мектебі. Әлемде бір мамандық бар. Қызметтің ең ұлысы, киелісі және қастерлісі. 18 мың ғаламның парасаты асып, мәртебесі тасқан биігі де, барша тіршіліктің тұлғасы да ұстаз. Тұла бойы өнегеге толы, дана ойдың ыстық лебі есетін ұстаз аты қашанда биік. Балаға ата-анасы өмір сыйласа, өмір бойына жететін азық сыйлайтын мектеп және мектептің жүрегі ұстаз. Білім адамзаттың ортақ қазынасы. Демек, білім мен ұлағатты тәрбие алған шәкірт ұстаздың шеберлігі мен жетістігінің көрінісі. Өнегелі ұстаздан өрелі шәкірт шығары анық. Ұстаз бұл жас ұрпақтың бойына ғасырлар бойы жинақталған барлық білімді игертуші, жаман қасиеттерден, соқыр сезімдерден, жаман пиғылдардан аулақтататын адам. Ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет деп Бауыржан Момышұлы айтып кеткендей, ұрпақты тәрбиелейтін ұстазды ардақтауға міндеттіміз. Бүгінде өмірден өз жолымды тауып, мейірім мен білім сәулесін шашатын аты биік ұстаз мамандығын игеруім де асыл да парасатты ұстаздарымның еңбегі деп білемін. Мені шыңдап, мектеп атты ұямнан ұшырған ұстаздарыммен бүгінде бірге қызмет атқарудамыз. Білім теңізінде тынбай жүз алатыным ұстаздарымның арқасы емес пе? Менің кішкентай жүрегімде мектеп үлкен орындалса, мектебінің жүрегінің бір бөлігі болғаныма бақыт